Сәлем достар, бүгін сіздермен мынандай әдемі қар бүршігін жасайтын боламыз. Жаңа жылға арналған. Сіздерге ұнап жатса лайк басып кетіңіздер. Алдымен түрлі түсті қағаздың ішінен кәдімгі көк түстін алдық, кәдімгі аспан түстес. Осыны аламыз және түрлі түсті ортасынан бүктеп, және осы бүктелген жерін қайшымен қырқып аламыз. Мұқият қарап отырыңыздар, жаңа жылға өте пайдалы дайын видео десе де болады. Осы менің видеома қарап, осындай қар бүршіктерін жаңа жылға жасасаңыздар болады. Өте оңай. Енді мұны ортасын қырқып алдық. Енді сіздерге бір-екі қар бүршігін, бір-екі қағазын көрсетеміз. Сіздерге бірінші алдымен жарты қырқып алған қағазымызды тағы да бүктейміз. Екеуін де бүктедік. Енді бір жағын кішкене сызықтан артық жоғары аламыз және үстіндегі қағазды соған кішкене қиғаштатып қоямыз. Қараңыздар, бір жағы ұзын, бір жағы қысқа болып тұрады. Өйткені бір жағы қысқа, бір жағы ұзын артық шықпаса, қағазымыз тура клейленбейтін болады. Енді клеймен асты жағында қағазды клейлеп шықтық, енді жабыстырамыз. Екіншісінде осындай қылып бүктеп аламыз. Ортасы осындай қылып шығып тұру керек. Мінекей, екіншісінде клейлеп жатырмыз. Ортасына клей жабыстырмас үшін саусағыңызбен ортасын ашып-ашып аласыз. Және клейлеген жағын бүктейтін боласыздар. Мінекей, бүктеп қойдық және ортасын саусақпен ашып аламыз. Мінекей, екіншісінде енді осындайдан бізге 12 дана қажет болады. Мінекей, бәрін бүктеп дайындап қойдым. Енді осылардың ортасына қар бүршіктерінің формасын салатын боламыз. Алдымен сызғыштың көмегімен қол қаламмен сызып аламыз. Мұқият қарап отырыңыздар, мінекей, үстіп салып алған кейін ортасына кішкене форма сызасыздар. Қар түйіршіктің кішкене формасын сызасыздар. Енді осыны қайшымен қырқып аламыз. Алдымен түзу қылып қырқып аламыз. Және ортасындағы артық қағаздарын ойып қырқып аламыз. Мінекей, екі артық қағазын қиып алдық. Енді осындайдан біз 2 дана жасап сіздерге көрсетеміз. Мінекей, екіншісін тағы да қол қаламмен бірінші өлшеп дайындап қойғандай кішкене сызып аламыз. Алдымен сызып салып алдық. Енді осы формамен сызып қырқып алатын боламыз. Мінекей, екеуі дайын. Енді бізге алдымен сызып қойған жерлерімізді түзу қылып қырқып аламыз. Қараңыздар, белінен сәл жоғары және ұшына дейін қырқамыз. Бәрін ұзындығы, ені бірдей болу керек. Сонда біздің қар бұршағымыз өте әдемі дөңгелек болып шыға келеді. Мінекей, бәрі дайын болды. Енді біз формасын салатын боламыз. Мінекей, формасы дайын. Және осылардың ортасын қағаз клеймен жабыстырып шығатын боламыз. Сіздер көргенде өте қиын емес, оңай. Істесеңіздер жаңа жылға өте таптырмас дүние десек те болады. Енді астынан үстінен аяғына дейін міндетті түрде жақпаңыздар. Бір шетін клеймен
жақсаңыздар бір-біріне жабысып қалады. Бәрін үстіп клейлеп шығамыз түгел. Енді осылардың ортасын бір-біріне біріктіретін боламыз. Өте сұлу шығайын деп тұр. Қараңыздар. Енді клейдің тура ортасына жағып, енінен түзу қылып жағамыз. Жабыстыратын жерінде міндетті түрде клей жабыстырыңыздар. Енді бір-біріне үстіп жабыстырып отырамыз. Өте әдемі қар бүршігі болып шыға келеді. Өздеріңіз білесіздер, мен негізі осы қар бүршігінің 12 данасын жасадым. Сәл үлкенірек қылып ортасына бір нәрсе қосам десеңіздер, өздеріңіздің еріктеріңіз. 12 емес, 14-16 қылсаңыздар, өздеріңіз білесіздер. Мінекей, енді бір-біріне қатты жабысып қалған қағаздарымызды қолымызбен ажыратып аламыз. Өйткені бұны ажыратпасақ, біздің қар бүршігіміз дөңгелектеніп, бір-біріне жабыспайтын болады. Сондықтан бірінші ажыратып алыңыздар. Қандай нәрсе істесеңіздер де кішкене санап, өлшеп істесеңіздер дәлме-дәл шығатын болады. Мысал, 10 дана қылып жасасаңыздар, бұл бір-біріне жетпейтін болады. Мінекей, қар бүршігіміз дайын болды, дөңгеленіп. Енді бір-біріне жабыстырамыз. Қандай әдемі болып шықты, сіздерге ұнайды деп ойлаймын.